Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімеміз қасиетсіз келін. Мектепте 45 жыл мұғалім болып жұмыс істедім. Қазіргі таңда зейнеттемін. Немерелерім сабағын қарап, үйдің тірлігін істеп отырған зейнеттегі енемін. Келінім мені жай қоймайды. Анау сіздің міндетіңіз ғой, анау сіздің міндетіңіз ғой деп. Менің жан дегенде жалғыз балам бар, соның әйелі. Бұған қалай тап болдым десе, мектепте жұмыс істеп жүрген кезде балама ананың қызын алып берем, мынаның қызын алып берем деп, жан дегенде құрбымның қызын алып отырмын. Бірақ балам басына ұнатпағанмен кейін менің айтқаныма көнген болатын. Себебі өзім таңдап алған едім. Пысық, көркіне сай, оқуы бар, дипломы бар, жұмысы бар деп баламны өзім алдын ала көндірген болатынмын. Қазір сол көндіргеніме мен өкініп қалам. Қазір қолы қиқ етсе болды. Мама, мынау сіздің міндетіңіз ғой, мама, мынау сіздің міндетіңіз ғой, кіріңізді неге өзіңіз жумайсыз, өзіңіздің қолыңыз бар ғой, сіз үйде отырсыз ғой деп маған тиісіп қоймайды. Балама айтсам, балам екеуміздің арамызға от салдың деп келімді құрғаштай бастайды. Не істерімді білмеймін. Ақыл кеңестеріңізді айта кетсеңіздер. Жалпы енелер келіндеріңізбен қалайсыздар? Тату-тәттісіздер ма?